Бұл қазақ атамызды арабтар, барша мұсылмандар қатты құрметтейді. Тіпті қасиетті Қағбаның ішінде намаз оқуға рұқсат алған. Харам мешітінің имамдары келіп, атамыздың қолын сүйіп, дұғасын алып жатады. Жан-жақтан көптеген мұсылмандар келіп, атамыздың мүбәрак қолдарын сүйіп, дұғасын алуға тырысады. Бұл атамыздың есімі Осман Таха. Осман атамыз бұндай құрметке қалай ие болды десеңіз, біз оқып жүрген мединалық баспадағы Құран кітабы фабрикадан компьютер арқылы жазылып шығады деп ойлаймыз. Әсте олай емес екен. Әрбір аят, әрбір әріп жеке-жеке адам қолымен жазылып, сканерден өтіп, кішірейтіліп, баспадан шығады екен. Біз оқып жүрген Құран кәрім кітабын қолмен жазу мәртебесі Осман атамызға бұйырған. Құранды толық бастан аяқ жазып шығу үшін Осман атамыз 3 жыл уақытын жұмсайды екен. Және де 40 жылдан астам уақыт Осман атамыз осы Құран кітабын жазып келеді. Видеоның басында неге қазақ дедім? Осман атамыздың бабалары осыдан 150 жыл бұрын Түркістан қаласынан Араб еліне көшкен қазақтар екен. Араб елінде туып өссе де, ана тілін әлі де ұмытпаған. Сіз қазақсыз, бабаларыңыз қазақтың жерінен келген. Сол қазақтың жерін зиярат етуіңіз шарт, иншалла. Вәжіп. Аллаху акбар. Вәжіп, мәшалла. Бұл кісі енді Қазақстанға алып барамыз, Құдай қаласа.